Сәлем, күнтізбеде 24 тамыз бұл күннің ерекшелігін баяндап беретін мен Назерке Бұрхан. Кірпияздықтың да пайдасы бар екен. Қалауыңызды жасқанбай айтыңыз, мүмкін бір өнертабыстың ашылуына себепкер боларсыз. Дәл 1853 жылдың 24 тамызындағы мына бір оқиғадағыдай. Нью-Йорктегі Саратога Спрингс қалашығында қара нәсілді аспаз Джордж Крам жұмыс істейді. Бай-бағланның кірпияздығына әбден үйренген. Міне тағы бір өгелді. Бұған не ұнамай қалып десеңізші, Джордж картопты қуырарда жуан етіп турап қойыпты, шонжардың ойынша әрине. Ондайға міз бақпайтын аспаз әзілге басады. Картопты қағаздың қалыңдығында етіп турап, қытырлақ қылып қуырып, үстіне тұз сеуіп береді. Джордж күлкіге қарық бола алмады, өйткені әлгі дөкейге бұл тағам ұнап қалады. Сөйтіп, сол жылғы 24 тамызда картоп чипсы дүниеге келді. Өткен ғасырдың 50 жылдары қытырлақ картоп телеарналарда ең көп жарнамаланған өнім болды. Ал қазір бір ғана Американың өзінде сатылатын чипстен 6 миллиард доллардан астам табыс түседі. Бүгін BTS-ке деген махаббатын да классикаға айналдырғысы келетін жазушы Пауло Коэльоның туған күні. Ол 76-ға келіп жатыр және армия болудан ұялмайды. Жазушы музыкалық топты мақтап пост жазам деп, мыңдаған оқырманын қашырып алды. Есесіне оның орнын армиямен, яғни BTS-тің жанкүйерлерімен толтырып жатыр. Әрине оған мұқтаж да емес. Паулоның Фейсбукте 30, Твиттерде 15 миллион оқырманы бар. Не деген белсенді жазушы. Оның үстіне өз жанкүйерлерінің арасында Опра Уинфри, Уилл Смит сияқты жарық жұлдыздар бар ғой. Коэльоның алхимигін оқымаған адам аз, өйткені кітап 81 тілге аударылып, әлемнің 117 елінде миллиондаған таралыммен шықты. Оған негіз бар. Алхимия автордың өзі қызыққан тақырып. 11 жылын осы салаға арнап, өмірді ұзартатын сиқырлы су жасап шығарғысы келеді. Тапқан ақшасының бәрін алхимия кітаптарына жұмсайды. Философия тұрғысынан қарасақ, бар ізденістің нәтижесі жазушының мың жасауына мүмкіндік туғыза алған сынды. Сиқырлы су жоқ, кітап та сиқырлы емес, бірақ оның адам санасына әсері сиқырлы болды емес пе? 2006 жылы 24 тамызда Плутон күн жүйесіндегі планеталардың тізімінен шығып қалды. Себеп қандай? Күн жүйесіндегі объект планета саналу үшін 4 түрлі талапқа сай болу керек. Ол күннің айналасындағы орбитамен айналу керек, Плутон айналады. Ол өз гравитациясының күшімен шар тәріздес пішінге келе алатындай ауыр болу керек. Бұған да Плутон қауқарлы. Ол басқа объектінің серігі болмауы керек. Плутонның өзінің 5 серігі бар. Төртіншісі Плутонның мүлт кеткен жері. Ол өз орбитасындағы кеңістікті басқа аспан денелерінен тазалай алу керек. Осы критерийге сай келмеген кез келген объект ергежейлі планета болып саналады. Оған ренжіп жатқан Плутон жоқ, өз өмірін өзі сүріп жатыр. Басқалардың сізге қандай атақ беретіні маңызды емес, бастысы бар болыңыз. Кездескенше.